Мереке күндері полиция қызметкерлері 31 қылмысты ашты. 16 жүргізуші автокөлікті мас күйде басқарған. Олар енді 7 жылға дейін рөлге отыра алмайды. Ал Батыс Қазақстан облысы психикалық денсаулық орталығының қызметкерлері жаңа жылдық мереке қалыпты өткенін айтады. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Облыстық психикалық денсаулық орталығының мамандары осыдан 5 жылғы жағдаймен салыстырғанда қазір жаңа жыл көп тойланбайтынын айтады. Шамамен күніне 40-50 адамға ғана қызмет көрсетілген екен. Батыс Қазақстан облысында ескі жылды шығарып салу мерекесі биылда тыныш өтті. Дәрігер-наркологтардың айтуынша бұл жағымды жағдай. Арақ ішкен назар. Себебі ащы судан алшақ болу адамдардың денсаулығына пайдалы. Бұл үрдісті енді әдетке айналдыру қажет екенін ескертеді мамандар. Себебі күн сайын тіркеліп жатқан қылмыстың дені осы ішімдіктің салдары екен ұмытпаған жөн. В общем, хотел бы сказать. Жаңа жылдан кейін 2-3 4 күндері орталық қызметкерлері әдеттегідей жұмыс істеді. Айтарлықтай жағдай болған жоқ. Орташа деп бағалауға болады. 30 пен 50 аралығында қабылдау болды. Ал 4 қаңтарға дейін облыс аумағында полиция қызметкерлері 587 әкімшілік құқық бұзушылықты анықтапты. Оның ішінде 103 ұсақ бұзақылық пен қоғамдық орындарда спирттік ішімдіктерді ішудің 108 фактісі бар. Сонымен қатар кезекші тәулікте полиция қызметкерлері 31 қылмысты ашыпты. 188 азамат уақытша бейімдеу және детоксикация орталығынан жеткізілді. Мереке күндері полиция қызметкерлері жолдарда және қоғамдық орындарда қауіпсіздік қамтамасыз етіп, аумақтарды белсенді түрде күзетіп, қоғамдық тәртіпті бақылап отырды. Еске салу қажет, енді алкомаркеттер түнгі уақытта жұмыс жасамайтын болды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.